азанның даусы бізге келген кезде біз қалай болса солай тыңдаймыз. Ал азан халайық, ол Алламен кездесетін уақыт. Сол уақытты айтатын белгі исламның Құраны. Оны айтқанда шайтан сон азанның даусы жетпейтін жерге шейін қашады дейді, білесіз ба? Біздің жүрегіміз сонда қаяқта жүреді азан айтылғанда? Шайтанның жанында ма? Азанның мағынасын түсінбейтіндігімізді қараңызшы. Алла сіздің, біздің бүкіл тіршілігімізден ұлық. Біздің өлшейтін өлшемімізге сыймайтын ұлық. Сіз ұлықтаған заттардың бәрінен ұлық. Сізге дүние ұлық боп тұрма? Саудаңыз ұлық боп тұрма? Қолыңыздағы дүниеңіз ұлық боп тұрма? Одан да ұлық. Алла сәлемнің азан айтылардан бұрын Билалды шақырып алып, өзі арнайы отырып алып, «Арихна биха я Билал». Ей Билал, шақыршы азанды, намазбенен рахаттанайықшы тезірақ дейді екен. Рахатын күтіп отырады екен аңсап. Бізше азан айтылғанда, уақытта боп қалды ва деп өкінеміз кейде, астағфирулла. Мынаны дүниеме намаз жағаластау деп, намазды жүрегіміздің төрінде бір қандай да бір қиыншылық қыламыз ішімізде, білесіз ба? Намаздың өзіне жүрегіміздің ішінде бір нәрсе болады, намазға деген сезім. Жалған деңізші. Осы жұмысыма да араластау, осы азан дегендерде болды. Бітірамай қалдыма, боп қалдау дейміз. Сонда бізге намаз боп қалды деген қуаныш емес. Мынау тезірақ кеп қойып, дүнием болмай қалды деген өкініш бар. Яғни жүрегіміз қайда бұрылып тұр, бауырлар? Ақиретке ма, дүниеге ма? Кімге не керек соны алады дейді.